Ассаламалейкум достар, бұл видеомызда жалпы компания Сапаплас осындай үлкен ширинасы 3 метр, высотасы 2 метр. Бұл жерде соны біз ашабраска деген нәрсе бар, мынандай усиление беріп тұратын. Ішінде өзінің металы бар, полностью қалын 2 миллиметрлік замкнутый дейді. Осыны қазір жалпы осы видеода сіздерге бір-біріне раманы қосып усиление береміз, соны көрсететін боламыз. Қандай әдіспен біз сапаға қол жеткізетінімізді көретін боласыздар. Қазір бізде рамалар тұр, екі жанына екі створка кетеді. Сол себепті арнайы пісу лента жабыстырып жатыр. Алдағы уақытта бұл пісу лента ісінеді. Алдағы уақытта, чтобы арасына бір жел кіру деген сияқты қателіктер болмас үшін. Жалпы процесс көрсетейік. Мына жерде қазір пісу лентаны екі шетіне, неге бұның екі шетіне жаңағы створка қазір қосылады. Мынандай CP6 пен ашабраскамен. Дәл осындай лентасын бірінші шаптап аламыз. Одан кейін уже процесс, қосу процесі басталады. Бір-біріне жалғаймыз. Сол жалғаудың арқасында жалпы усиление болып тұрады. Ашылып жабылған кезде вибрация деген сияқты аз болады. Полностью қазір, мысалы, керметті жағамыз ғой сыртына. Сол кезде полностью наклейкасын бәрін атсайды да жігіттер. Соны қалдырып қоятын болсаң, қазір күн ыстық басталады сіз қазір. Екі шайнектің өзім аламын дейтін болсаңыз, ары қарай уже. Бір аптаның ыстығы болды, бір апта қатты істейді. Болды ары. Мына жағына. Қайсы? Ашылып келеді екен да? Ондай инструмент ұстамаймын ғой. Қандай немен істеймін ғой? Лифттан алған. Екілік деп атыс па? 92? Иә, 92. Негізі 52 мен